Балаңызға сабақ оқы десеңіз жылайды, есеп шығаруы қиын. Қазір ғана түсіндірдіңіз, ұмытып қалады. То есть, есте сақтау қабілеті төмен. Бұндай жағдайда балаға ұрсуға асықпаңыз, себебі баланың организмінде йод дефициті болуы мүмкін. Йод баланың есте сақтау қабілеті, ойлау қабілеті, интеллектуалды дамуы, IQ дамуы, физиологиялық дамуы, баланың бойының өсуіне әсер етеді. Әрине, йод беруден алдын эндокринолог кеңесін алу керек, қалқанша без гормондарына анализ тапсыру керек. Себебі йодты ішуге болмайтын жағдайлар да бар. Қалқанша без гормондары деңгейіне қарап, йодтың емдік немесе профилактикалық дозасы ұсынылады. Қалқанша без гормондарын тексеру үшін тапсыру керек анализдер тізімін білу үшін парақшаға тіркеліп, комментарияға анализ деп жазыңыз. Мен сізге анализдер тізімі жазылған чек-лист жіберемін. Мен Ибрагимова Севара, балалар және ересектердің эндокринолог дәрігері. Парақшада сіздің денсаулығыңызға байланысты ақпараттармен бөлісемін. Пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін парақшаға тіркеліп алыңыз.